Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мясной пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Жасалу жолы өте оңай әрі дәмді болып шығады. Ал бірге бастайық. Ыдысқа ұнды салып, үстінен үкіштің ең үлкен жерімен салқын сары майды осылай өткізетін боламыз. Тез өткізіп алу керек, себебі сары май тез еріп кетеді. Барлығын өткізіп болғаннан кейін қолымызбен араластырып, сары май мен ұнды бір-біріне езгідеп біріктіреміз. Болғаннан соң салқын суға кәдімгідей мұздай болуы қажет. Кішкене тұз саламыз және де 1 шай қасық уксус құямыз. 6% немесе 9% болуы қажет. Жақсылап араластырамыз және де ұнның үстінен құйып, араластырып, біркелкі етіп, қамыр илеп шығарамыз. Қамырды илеп болғаннан соң салафанға салып, 10 минутта уақытқа тындыруға қойып қоямыз. 10 минут өткеннен соң қамырымызды алып, 4 бөлікке бөлеміз. Қамыр бізде осындай қолға жабысқыш және де жұмсақ болады. Ешқандай ұн себудің қажеті жоқ. Осылай домалатып, қайтадан 5 минутқа қойып қоямыз. Ал енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін табаға майды құйып, қыздырамыз. Үстінен пиязды салып, жақсылап араластырып, кішкене сарғайғанша қуырып аламыз. Ал енді үстінен фаршты саламыз. Жақсылап қызарғанша қуырып, қалауымызша дәмдеуіштерді, тұзды саламыз, араластырамыз. Одан соң туралған помидорды салып, тағы да жақсылап араластырып, 5 минут қуырып, оттан аламыз. Сонымен біздің начинкамыз дайын. Ал енді қамырды алып, ұнымызды сеуіп, жақсылап жайып алатын боламыз. Қамыр бізде жұмсақ болғандықтан өте оңай жайылады. Сондықтан арасына ұнды сеуіп, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Ал енді арасына сары майды жағып шығамыз. Және де келесі жайылған қамырымызды осылай бетінен қоямыз. Ал енді шетіне начинкасын салып, орайтын боламыз. Келесі қамырымызды да дәл осылай жасаймыз. 2 қамырды жайып, осылай орайтын боламыз. Енді ортасына келгенде кесеміз, және де қалған бөлікке тағы да фаршты салып, дәл солай орап алатын боламыз. Осылай ұзыншалап орап болғаннан соң шетінен домалатып ораймыз. Және де формамызға саламыз. Енді келесі қамырымызды да дәл солай жасап, жанынан домалатып қойып шығамыз. Үстін кішкене басамыз. Енді жұмыртқаның сарысын жағып, қалауымызша күнжутты себеміз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минут пісіреміз. Пешіңіз қатты қызатын болса, 160 градуста пісіреміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің улитка пирогымыз дайын, өте оңай дайындалады, және де өте дәмді болып шығады, қатпарлы болып. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Видео рецепті ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сау саламатта болғайсыз.